беру ұйымдарының басшылары бекітілген штат саны шеңберінде штат кестесін өзгерте алады. Мысалы, директор орынбасарларының бірін қысқартып, орнына психолог, заңгер немесе дефектолог штатын қосуға мүмкіндік алады. Бұл норма білім ұйымдарын басқарудың тиімділігін сөзсіз арттырады. Бүгінгі күнде оқу тәрбие үдерісімен қатар әкімшілік шаруашылық қызметтерді де тиімді ұйымдастыра білген басшылар ғана табысты менеджер бола алатыны белгілі. Осы орайда президенттің бұл шешімі қоғам сұранысына, заман талабына сай білім ұйымдарының қызметін тез бейімдеуге, тиісті ұтқыр шешімдерді ұзаққа созбай қабылдауға мүмкіндік береді. Мысалы, білім саласында цифрландыру технологияларын кеңінен пайдалану кезек күттірмейтін шаруа десек, аталған мүмкіндік осы өзекті мәселені де үйлестіретін мамандарды білім ұйымына шақыруға толық жағдай туғызып отырғанын айта аламыз.